Елімізде әрбір 4-ші бала анық сөйлей алмайды. Мамандар мұның себебін сәбилердің гаджетке тәуелді болуынан көреді. Ата-аналар баламен сөйлеспейді, сәбидің тілі YouTube-пен шығады. Толығырақ Қаламқас Нысанбай айтсын. Кеңескүл Бұлғиеваның немересі 6 жаста, бірақ әлі анық сөйлей алмайды. 3 жасынан бері бірнеше логопедке тасып келеді. Мамандардың көмегімен ғана сөйлеуі жақсарып келеді дейді. Массаж жасайды, неше түрлі ойындар ойнатады. Сол арқылы баланың тілін дамытып жатыр. Массаж жасаған кезде ұрттарына, мына аузының екі несіне массаж жасап, мына бұлшықеттер жетілмей қалған дейді, содан сөз анықталмайды. Қазір 6-ға келсе де анық сөйлей алмайтын, тіпті тілі шықпаған балалар көбейген. Логопед Майра Мырзағали қазір күніне 8 балаға сабақ берем дейді. Айтуынша қазіргі ата-аналар баласымен сөйлеспейді. Салдарынан телефонға телмірген сәбидің тілі шықпайды, немесе ойын жеткізе алмайды. Мысалға балаға сөйлеткізбей ақ, десе, су ма? Әкеп бере салады. Ішесің ба деп соған алып беріп тұрады. Немесе үйде 2-3 түрлі сөйлейді. Мысалға өз үйде қазақша сөйлейді, ал телефоннан олар орысша көреді, билингвизм болуы мүмкін. Логопед ата-ананың ең басты қателігі бесікте жатқан баласына телефон ұстатуы дейді. Балам жыламасын деп мазасызданған бүлдіршіннің жұбанышы мына смартфон деп ойлайды. Одан бөлек теледидардан неше түрлі мультфильмдер қосып қояды. Мамандар керісінше баламен бірге ойнап, ертегі айтып сурет салыңыз дейді. Балаға керегі осы. Бүлдіршінге кітап оқып ертегі айтудың пайдасы орасан зор. Ал Мөлдір Нұрғабден сәбидің сөйлей алмауына экологияда әсер етеді дейді. Әрбір ана құрсағына бала біткен кезден денсаулығына жіті қарау керек. Бізге келеді алдымызға. Жарты сағатқа келеді, 20 минутқа келеді, 40 минутқа келеді, кетеді. Біз барымызша бәрі ынтамызбен жұмыс жасаймыз. Ал қалған іс ата-аналарға қалады. Егер ата-аналар жағдайы жақсы жасатса, үйдегі біз берілген нұсқау, тапсырма, керек нәрселермен қамтамасыз етсе, онда балаларда динамика тез шығады. Бала бойындағы кемшілікті еркелік деп танып, бала мектепке барғанда сөйлеп кетеді деп ойлау қате. Егер бүлдіршіннің тілі 2 жасқа дейін шықпаса, ата-аналар дабыл қағып арнайы мамандардың көмегіне жүгінуі тиіс. Қаламқас Нысанбай, Нұрлан Әлмұхамбетов, Айбат, жаңалықтар қызметі.